Жадырап жанымыз, жарасып әніміз, болашақ бүгіннен басталғанда. Нұр құйып көңілге, жол сілтеп өмірге, арман тұр асқақтап асқар таулар. Қуаныш көрем көзіңде. Бұл жерде ән де бар. Шәмші болғаннан кейін көп халық оның әнін тыңдауға келеді. Шәмшінің спектакль қойғаннан кейін Шәмшінің әнсіз болмайды. Сондықтан қазіргі күнде біз оны музыкалық драма деп ойлап отырмыз жанр. Жалпы облыста бұл моно спектакль болып жоспарланған еді.